Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен бір жасар қызға көйлек таңдайтын боламыз. Ол үшін біз Pinduoduo сайтына кіресіздер, поискке жазасыздар. Орысша жазсаңыздар да болады, немесе қытайшаға аударуға да болады. Орысша да шығады қазір. Міне әртүрлі көйлектер шықты. Солардың ішінен таңдаймыз. Көресіздер, өздеріңізге ұнағандарын көріңіздер. Мен осы біреуінен бастаймын. Магазиндеріне байланысты бір жасар қызға көйлек болмауы да мүмкін. Оған қарайсыздар. Мысалы, мына жерде жоқ. Бір жасар қызға сіздер 80 дегенді аласыздар. Сол келеді. Мысалы, бұл 3 жасар балаға, 3 жасар қызға арналған көйлектер содан басталады. Егер кішкентайларға іздейтін болсаңыздар, ішінен іздейсіздер. Бірінші размерін біліп алыңыздар. Егер келмейтін болса, мына жерге жазасыздар. Не шықты? Бір жасар қызға арналған көйлектер, киімдер шықты. Размерлері барлары. Мысалы, мен осыны көрейін. Әдемі екен. Жұлдызы 4-тен жоғары болу керек. Отзывтарына қарап шығасыздар. Описаниясын бәрін оқып шығасыздар. Не 90-нан басталады екен. Бір жасар қызға алсақ болады. 80 мен 90-ды ала бересіздер. Егер қыздарыңыз толықтау болатын болса, 90-ды алсаңыздар болады. Егер арық болатын болса, кішкентай болатын болса, 80-ді аласыздар. Мен осыны белгілеп кетейін. Бұл жұқасы, бұл қалыңы. Оны қайдан білеміз? Осы жерінде осындай белгі тұрады. Суықтарда киюге болады бұны. Қалыңдауын белгілеймін. Осы да әдемі екен. 90 адам алған екен. 4-тен жоғары. Описание оқып шығасыздар. Көріп шығасыздар. Екі түрлісі бар екен. Қызылын белгілейміз. Енді біз 80-дігін іздейік. 4-тен жоғары екен жұлдызы. Бұл жерде айына байланысты екен. 3 айдан жазып қойылған. 0 мен 3, 6 айлыққа. 3 пен 6 айлық. 12 дегеніміз 12 айға. Бір жастарға осыны алсаңыздар болады. Бұл кішкентайларға арналғаны. 2 жасқа дейін ғана. Осындай көйлектерді алсаңыздар болады. Енді бұл жерде өздеріңізге ұнағандарын таңдайсыздар. Маған ақ түсінде әртүрлісі бар екен. Осы біреу ұнап тұр маған. Соны белгілеймін. Мен 12 дегенді алам. Жүрекшеге белгілеп қоясыздар. Сәл астынан түсетін болсаңыздар. Тағы басқаша көйлектер шығады. Егер ұнайтын болса, соларды алсаңыздар болады. Әртүрлі шықты. Біз жазғанбыз. Бір жасқа келетін қыздарға арналған киімдер бұл жерде бәрі. Сол үшін қалағандарыңызды ала берсеңіздер болады. Көйлектердің әртүрлісі болады. Өздеріңізге ұнағандарын бәрін таңдай бересіздер. Осындай көрейік. Әдемі екен. Көп адам алған екен. 8735 адам алған екен. Отзывтардың қанша көп болса, көріп шығасыздар бәрін. Ол жақсы дегені.
4 түрлісі бар екен. 80 таңдаймыз. Осы біреу ұнады. Екеуін аламын мен. Қазір көрсетемін қалай екеуін бірге алуды. Тағы бір көйлек таңдап жіберейік. Осы біреу де әдемі екен. Бұл жерде 10 мың адам алған екен. Көрсеңіздер. Отзывтары 4-тен жоғары екен. Осы біреу ұнап тұр. 80 таңдаймыз. Негізі 80 бір жасарларға келеді. Осында көрейік. Әдемі екен. 16 адам ғана алған екен. Бұл кішкентайларға арналған. Біз 12 деген таңдаймыз. Маған мынау ұнап тұр. Осыны белгілеймін. Бірақ қараңыздар. Бұл жерде өзінің жұлдызы жоқ екен. Енді ашылған магазин екен бұл. Қаласаңыздар заказ берсеңіздер болады, бермесеңіздер де болады. Мен белгілеп қоя берем. Көйлектер әдемі екен. Осы жерде осының үстін басатын болсаңыздар, осыған ұқсаған киімдер шығады. Басқа магазиндегі. Содан көрсеңіздер де болады. Мынаған көрейік. Жұлдызы 4,5 екен. 11-11 деген скидкамен тұр екен бұлар. Арзан бағаға алсаңыздар болады. Осы біреуін таңдаймыз. Жүрекшеге салып қоямыз. Отзывтарын көріп шықсаңыздар болады. Әдемі болып келеді екен. Заказ беріп етсеңіздер болады. Егер сіздерге магазиндер ұнамай жатқан болса, осы жерін басып, басқа магазиндерді іздесеңіздер болады. Осындай товармен басқа магазиндер шығады. 5 жұлдыз магазин екен. Солай таңдай бересіздер. Качествосы жақсы болып келеді бұлардың. Сал тойларға алатын болсаңыздар болады, туған күндерге алсаңыздар болады осындай киімдерді. Отзывтарын көріп шықсаңыздар болады. Қалай тұрады. Мысалы, туған күнге алған екен киімдерін. Бұл киімдер мыжылып келуі мүмкін, себебі Қытайдан келіп жатқан соң, оны үтіктеп өздеріңіз балдарыңызға кигізе бересіздер, қыздарыңызға. 100% оригинал екен. Мына жеріне жазып қойылады. Отзывтарын көрейік. Әдемі екен. Жүз оригинал тауарларда мына жерінде жазылмайды. Жұлдызы жазылмайды. Соған да қарайсыздар. Біз енді корзинаға өтеміз. Мына жерде акциямен осында киімдер бар екен. Соларды көрсеңіздер болады. Бұл акция жүріп жатқан магазиндер. Қаласаңыздар, осылардан арзан бағаға алсаңыздар болады.
Ұнағандарын ала бересіздер. Бәрінде акция жүріп жатыр бұл. Мына жерінде арзандатылған товарлар, бағасы түсірілген товарлар саналады. Скидкамен тұрған товарлар. Енді жүрекшенің ішіне барамыз, корзинаның ішіне. Әртүрлісін таңдап алдық. Кейін осыларға мен аяқ киім таңдап берейін. Мысалы, менде шығып тұр уже. Сіздер іздеген заттарыңыз уже шығып тұрады. Осындайларды алсаңыздар болады. Аяқ киімнің размерін білу үшін қызыңыздың аяғын линейкамен немесе метрмен өлшейсіздер. Осы жеріне сантиметр жазылып тұрады. Сол сантиметрінен туфли алғанда жарты сантиметр үлкендеуін ала бересіздер. Жарты сантиметр ала берсеңіздер болады. Ал етіктер алатын кездеріңізде 1,5 сантиметр үлкен ала бересіздер. Баланың өсуі де бар. Соған байланысты. Енді міне келеміз. Белгілейміз. Мысалы, размерін таңдамаппын мен мына жерде 80 таңдаймын. Кейін осы жерде мына плюсикті басасыздар. Екіншісін таңдау үшін мен осы біреуін таңдаймын. Екеуін екі түрлі қылып, размерінде әртүрлі қылып алсаңыздар болады. Мысалы, сіздің 2-3 қызыңыз болатын болса, бәріне бірдей киім алатын болсаңыз, 3 түрлі немесе бәрін бірдей қылып, размерлерін әртүрлі қылып, бір магазиннен алуға болады. Енді бәрін белгілеп шығамыз. Егер сіздер размерін таңдамасаңыздар, осындай болып шығады. Кейін размерін таңдай саласыздар. Бәрін таңдап шықтым. Соңында ақшасын төлейсіздер. Егер Каспиймен төлесеңіздер, қосылады 3%. Бәрін бірден сатып алған кезде сіздерге скидка жасайды. Сол үшін бәрін жинап мен бірге сатып аламын. Қандай зат алсаңыздар да, сөйтіп арзан алуға болады. 1 юан болса да, өзіңізге қалады арзан болады. Мысалы, мына жерде 2 юан түсіп тұр. Бәрін бірге алған кезде осындай болады. Скидка береді магазин. Қаласаңыздар, магазиннің өзінен скидка сұрасаңыздар болады. Ол қалай дегеніміз, оны кейінгі видеоларымда көрсететін боламын. Видео ұнаған болса, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.